Қазақстан Халқы Ассамблеясының 26-шы сессиясында елбасы рухани жаңғыруға жол ашатын ғылыми ағарту жобасын дайындап, әлеуметтік жаңа бастамаларды әзірлеуді тапсырған. Осыған орай бүгін Дін істер және азаматтық қоғам министрі және Нұр Отан партиясы мен ассамблея жетекшілері бас қосып, ойларын ортаға салды. Сан ұлтты ұйыстырған қоғамдық институт тарихи сананы жаңғырту бойынша биыл 5 мамырдан Ұлы Дала елі жобасын іске қоспақ. Киелі Қазақстанның қазыналы өлкесін таныстыруда мақсат тұтқан жобаға жастар қозғалысы қатыстырылады. Сондай-ақ 100 жаңа есім қатарындағы өзге ұлт өкілдерінің табыс жолы таныстырылады. Ал ғылыми ағарту жобасын жасау бойынша үш тарап кешенді шаралар тұжырымдамасын қабылдауға келісті. Он направлен на то, чтобы все этносы... Ұлы даланы мекендеген барша ұлт өкілдері қазақтың мол мұрасын білуі керек. Қазақ халқының бай дүниетанымы мен пәлсапасын, тарихи әрі мәдени құндылықтарын өз деңгейінде түсіндіріп дәріптейтін дәрістерді Достық үйі, Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедралары базасында өткізуді ұсынамыз. Оны ұлт тарихын тереңнен зерттеп жүрген мықты ғалымдар мен мәдениеттанушылар, саясаттанушылар өткізсе деген ойымыз бар. Осылайша қазақтың ұлттық құндылықтары күллі қазақстандықтардың ішкі құндылықтарына айналуы тиіс.